Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өздеріңізге үйдегі қарапайым азық-түлікпен өте тәтті, ауызда ерейтін бәліш әзірлейміз, яғни пирожныйлар әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Достар, арнама тіркелмеген болсаңыздар, подписаться батырмасын басып, тіркеліп қойыңыздар. Пирожныйларымыздың жасалу жолына кірісейік. Алдымен 2 жұмыртқамызды жарамыз және венчикпен жақсылап араластырамыз. Оның үстінен қантымызды саламыз, сұйық майымызды, сүтімізді салып, барлығын жақсылап венчикпен араластырамыз. Алдын ала илегіштен өткізілген ұнымыздың үстінен қамыр қопсытқышымызды саламыз. Оның үстінен какао ұнтағын саламыз, барлығын араластырамыз. Және бірдестен салмаймыз, бөліп саламыз. Себебі түйіршік пайда болуы мүмкін. Осылай бөліп венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Біздегі масса осындай сұйық та емес, қою да емес, орташа болуы керек. Осы кезде пешімізді қыздырамыз. Пергамент қағазын төсеп, формамызға біркелкі етіп құйып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180-200 градуста 30-35 минут пештеріңізге қарай пісіріп аламыз. Енді корждарымыз піскенше кремін әзірлейік. Мұнда менде вареная сгущенка. Осының үстінен қант саламын. Егер кремдеріңіз тәтті жаңағы болғанын қаласаңыздар, қантын кішкене көбірек салыңыздар. Мен мұнда қант салдым. Осының үстінен дүкеннің 20%-лық жаңағы қаймағын салдым. Осы енді үшеуін жақсылап араластырамыз. Рецептегі барлық жаңағы азық-түлікті мен осы видеоның астында описание бөліміне жазып қалдырам. Сол жақтан барлығын түгел көрсеңіздер болады. Менде мұнда коржым пісті. Көріп тұрғандарыңыздай, шиді тыққанда ши құрғақ болып шықты. Енді формасынан шешіп қойдым. Мұнда менде толықтай коржым суды осындай стаканның көмегімен ойып шығам. Сіздерде осындай стакан болмаса формалармен ойып шықсаңыздар болады. Осылай түгелде барлығын ойып шығамыз. Корждарымыздың қалған осындай жаңа кескен нелерімізді блендердің көмегімен осылай үгітіп аламыз. Егер сіздерде блендер болмаса, оқтаудың қолдың көмегімен езсеңіздер болады. Және осылай корждарымызды, 2 коржымызды біріктіріп, ортасына, шет жақтарына кремімізді жағамыз. Және үгіткен корждарымызды жанына, бетіне сеуіп шығамыз. Кейбір корждарымыздың үлкен болып көтерілген корждарымыздың ортасынан бөлеміз. Және осылай біріктірсеңіздер болады. Мен мұнда бір үлкен жаңағы ойған коржымыздың ортасынан бөлдім. Осылай жаңағы ортасына, шет жақтарына кремді жағып, үгітілген корждарымызды жанына, бетіне сеуіп шығамыз. Осымен біздің коржымыз дайын. Мендегі пирожныйлардың саны 10 дана болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай. Бастысы үйдегі қарапайым азық-түліктермен осындай керемет пирожныйлар шықты. Астына мен осындай бір реттік астыға төсегіштер қойдым және бетіне таңқурайды сәндеп қойдым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша жасап, қонақ келгенде болмаса жаңағы шаймен ішкенге осылай жасап қойсаңыздар болады. Қазір сіздерге ортасын бөліп көрсетемін. Осындай нәзік, үлпілдеп тұрады. Өте керемет рецепт достар. Жасап көріңіздер. Егер арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде подписаться батырмасын басып, каналыма жаңағы тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен
бөлісіп отыратын боламын. Сіздермен болған дәмді астарыңыз дәмді болсын.